біз салт дәстүрден аттап өтіп, жаңа заман талабын сіңе алмаймыз, бәрібір сіңдіре алмаймыз. Себебі біздің қанымызда бәрібір қазақтың қаны жатыр. Ол сүтпен берілген тәрбие, ол бәрібір сүйекке сіңіп кеткен. Ол сіз қанша европеоид болып, немесе орыстан орысша сөйлеп тұрғаныңызбен, мен тіпті мектептегі өзім оқушыларым айтам, әсіресе қазақ балаларға шекелеріне жаңағы жазып тұрып айтам: "Әй, сендер қараңдар, сен ертең бір жаққа бар, мейлі министр бол, шетелге бар, сол кезде сен ұлтың қандай дегенде сен орыс деп жауап бермейсің ғой, сен қазақпын деп айтасың. Онда неге қазақша сөйлемейсің дегенде сен не жауап бересің?" деп қазірден бастап сөйтіп балаларға кішкене патриоттық рух сендіруге тырысып жатырмын. Одан кейін көркем әдебиетте мақал, жұмбақ, жаңылтпаш деген нәрсені қазір қолдау керек. Өйткені баяғыда біз бала күнімізде көп айтатынбыз. Қазір мектеп табалдырғанда ол нәрседен гөрі жаңартылған білім бағдарламасына сай мәтінмен жұмыс жасау көбісі бейім алып кетті. Енді қазақ мектептерінде қазірде әліппе қайта оралды. Талай ғарышкердің министрдің сауатын ашқан әліппе қайта келді. Осыған қалай қарайсыз? Өте жақсы қараймын. Қуана қарсы алдық әліппені. Үлкен қызым әліппемен сауат ашты. Ол жақтағы берілген мәтіндер, қосымша бір ғана әліппе емес, барлық қазақ тіліндегі оқулықтар көңілге майдай жағады. Өте сапалы, жаңағы ақпарат мол, оқим деген балаға жеткілікті дәрежеде барлық жан-жақты ақпараттар беріліп тұр. Енді осы тақырып аясында бір сізге жұмбақ жасырсам, өзіңіз ұстазбын деп жатырсыз осы жолда. Мұхаммедқали, өзің де атсалысып отырсаң болады енді. Жұмбақ бұл жерде пойыз купесінде 4 қыз келе жатады. 4 қыз